Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айдана. Бүгін жасау жолы өте оңай, дәмді болып шығатын пончиктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жұмыртқа, ертілген сары май, қант саламыз, тұз салып, ашытқыны салып, барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Пончиктеріміз үлпілдек болып көтеріліп пісу үшін міндетті түрде електен немесе осылай ситадан ұнды өткізіп аламыз. Ұнымызды осылай ситадан өткізіп болған соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Кейін ыдысымыздың ішіне сұйық майымызды құйып, ыдыстың барлық шетіне тигізіп жағып шығамыз. Дайын болған қамырымызды үстіне салып, бетін целлофанмен немесе пешевой пленкамен осылай жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше шоколадты глазурь дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында сары май мен шоколад қажет. Астын баяу отта қойып, осылай тоқтатпастан араластырамыз. Сонда асты жабыспайтын болады. Міне қыздар, біздің қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді осыны 1,5-2 см көлемінде домалақ етіп, астына ұнымызды сеуіп, жайып шығатын боламыз. Қамырымызды дөңгелек етіп жайып болған соң, кез келген дөңгелек затпен осылай бөліп шықсаңыздар болады. Мен пиаланың көмегімен осылай бөліп шықтым. Кейін ортасын осылай насатканың көмегімен немесе кез келген дөңгелек затпен бөліп шығамыз. Дайын болған пончиктарымызды қызып тұрған майда екі бетін қысартып пісіріп аламыз. Дайын болған пончиктарымызды жаңа дайындап алған шоколадты глазурымызға бетін осылай батырып шығатын боламыз. Глазурларыңыз міндетті түрде суыған болуы тиіс, сол кезде осылай қою болып жағылады. Бетін өзіңіздің қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Менде аппақ жолақ болып тұрған сгущенкамен жағып шықтым. Бетіне кокосовая стружка сепсеңіздер де, сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Осымен біздің үлпілдек өте жұмсақ пончиктеріміз дайын. Ас болсын.